Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге күнжіттің пайдасы және зияны туралы айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыз. Күнжіт құрамында антиоксиданттардың көп болуына ұзақ уақыт сақтауға шыдамды келеді. Күнжіт майының құрамында витаминдер, макро және микроэлементтер, атап айтқанда калий, кальций, фосфор, мырыш, магний, марганец, кремний, темір, мыс, никель тағы басқа минералдар бар. Омега-6 мен омега-9 майлы қышқылдары жүрек, қан-тамыр, жыныс жүйке жүйелері қызметінің жақсаруына, қандағы қан деңгейінің қалыпты болуына, иммунитетті нығайтуға үлес қосып, ісік ауруларының пайда болуына кедергі болады. Күнжіт майы көздің көруін жақсартатын, жүрек, қан-тамыр жүйесіне жағымды әсер ететін Е, А, С витаминдеріне өте бай. Сонымен қатар бұл витаминдер косметология саласында да сұранысқа ие. Күнжіт майының құрамында кальцийдің көп болуы барлық азық-түліктің ішінде рекорд орнатқан. Сүйектің беріктігіне күнделікті қажет болатын кальций мөлшері бір ғана шай қасық күнжіт майында бар. Басқа өсімдік майларының да құрамында болатын фитостерол иммунитеті жақсартуға, терінің жағдайына, эндокриндік қызметтерге оң әсерін берсе, фосфолипидтер бауырдың дұрыс қызметіне, миға, жүрек-тамыр жүйке жүйелерін жақсартуға қажет. Ал шашқа тигізер әсері Б тобындағы витаминдер, Е витамині, кремний шашқа ең қажетті элементтер, шаштың жиі түсуіне, сынғыштығына қарсы тиімді ем. Сонымен қатар зақымдалған шаш пен боялған шашқа нәр беретін әрі қалпына келтіретін маска ретінде қолданылса болады. Тырнақ күтіміне. Күнжіт майынан тырнаққа ванна қабылдау тырнақтың тез өсуіне, қатпарлануына, сынғыштыққа және тырнақ зеңінен арылуға бірден бір ем. Емдік дәрі ретінде қолданылады. Асқазан ішек жолдары аурулары, гастрит, іш қату, тоқ ішектің қабынуы, ұйқы безінің ауруы, жүрек, қан-тамыр жүйесінің аурулары, тахикардия, инфаркт, инсульт, қан қысымының артуы, гемофилия тағы басқа. Ақыл-есі нашар дамыған адамдарды емдеуге естің нашарлауы, ұмытшақтық, альцгеймер ауруына, күйзеліске қарсы депрессия, енжарлық, ұйқысыздық, шаршағыштыққа қарсы күреседі. Сонымен қатар қант диабеті, остеохондроз, қан аздық, өкпенің қабынуы, артрит, тіс жегі, бүйрекке тас жиналу, қуықтың қабынуы сияқты тағы басқа көптеген ауруларға ем. Жүктілік немесе бала емізу кезеңіндегі аналардың күнделікті тамақтану рационы күнжіт майын қосу өте пайдалы. Күнжіттің көпшілік біле бермейтін пайдалы қасиеттері көп. Күнжіт тахинийдің негізгі құрамдас бөлігі, яғни ол пайдалы майлардың және бірқатар минерал мен витаминдердің көзі. Дәрігерлер тахинийдің денсаулыққа пайдасы туралы теріге өте пайдалы екендігін, күнжіттің құрамында майлар әжімдердің алдын алады және бетті тазартатындығын айтап. Ол гингивит пен ауыз қуысының жарасында емдейді. Мақтаның көмегімен абсцесске уқалау арқылы фурункулдан құтылу үшін қолдануға болады. Тахини қан қысымын айтарлықтай төмендетеді, өйткені оның құрамында магний бар. Сонымен қатар жүрек қағысын сақтауда маңызды рөл атқарады. Құрамында сесамол болғандықтан атеросклероздың алдын алады және сесамолдың арқасында радиация әсерінен ДНК-ның зақымдануынан қорғайды. Тахини іш қатуды емдеуге арналған жақсы тағам, өйткені оның құрамында ішектерді жұмсартатын пайдалы майлар бар. Ол бала емізетін аналардың сүтін молайтуға, таптырмас дақыл және бүкіл денедегі қабынуды азайтуға, псориаз, экзема және безеу белгілерін жеңілдетуге көмектеседі. Сонымен қатар терідегі қара дақтарды кетіреді. Сондай-ақ ревматоидты артриттен де қорғайды. Күнжіт бір жылдық өсімдік. Ол ерте кезден бері қолданысқа ие тұқымдардың бірі. Күнжіттің құрамында адам ағзасына пайдалы заттар өте көп. Алайда оны қолдану жолы әртүрлі. Тағам ретінде де, емдік дәрі ретінде де пайдалануға болады. Әсіресе күнжіт майы көптеген ауруларды жазатын қасиетке ие. Күнжіттің құнарлылығы өте жоғары. Негізінен барлық өсімдіктің тұқымында калория көп. Мәселен, күнбағыс пен зығырдың дәндері 50% майдан тұрады. Сол секілді күнжіт те 45-55% майдан тұрады. Оның 100 граммында 560-580 килокалория бар. Күнжіттің құрамында көмірсулар мен амин қышқылдары, ақуыздар бар. Сонымен қатар А, Б, С, Е дәрумендер мен кальций, фосфор, темір, калий, магний секілді минералды заттар бар. Күнжіттің пайдасы тек суға жібітіп жегенде ғана әсер етеді. Егер күнжітті қуырып қандайда бір тағамға қосса, оның құнары жойылып,
тек дәмдеуіш ретінде ғана пайдасын береді. Күнжітте кальций өте көп, сол себепті сүйектерді қатайтып, буындарды нығайтады. Сонымен қатар жүйке жүйесінің жұмысын жақсартып, ас қорытуды да қалпына келтіреді. Бұл дәннің атеросклерозды жазатын мүмкіндігі де бар. Себебі күнжіттің құрамында фитостериннің көмегімен ол атеросклероз ауруын емдейді. Есіңізде болсын, күнжітті күн сайын жеуге болмайды. Себебі асқазанның шырышты қабығы сезімтал болғандықтан, оның жұмысы бұзылуына алып келуі мүмкін. Әсіресе аш қарынға жеген күнжіттің зияны өте көп. Видео сізге пайдалы болса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.